возможность, желание да болмады. Желание болды, бірақ солай не істей алмадым. Қалай айтса болады? Не смогла заставить видео түсіруді. Вот, бүгін сіздерге видео түсірем деп шештім. Менің құдашам осындай қуыршақтар заказ беріп қойды бізге, тапсырыс берді осындай қуыршақ. Сіздердің естеріңізде бар ма екен білмеймін. Мынандай қуыршақтар киімдермен осындай қағаз. Сол қуыршақты кесіп алғаннан кейін осындай киімдерін кесіп алып киіндіріп сондай болады істеуге. Бізде кішкентай кезімізде сондай болатын. Қазір осыны сіздермен бірге бір қуыршақты қиып, бір қуыршаққа образ жасап, сіздерге ішіндегі барлығын көрсетемін. Мына жерде жазылып тұр. Модный образ осындай сары шашты қыз бейнеленген. Есімі Эмили. Образдарын көріп шықсақ болады бірге. Бірінші образ осындай. Мынау көйлек, астында юбкасымен, мына топик. Мына көйлек отдельно круиз көйлек. Мына топик пен мына юбка бірге. Осындай сумка. И осындай нарядный тағы да қара көйлек. Әдейі бір жағы таза бет, өйткені қиған кезде аттың қиып тастамас үшін. Сосын осындай қара көйлек, костюм, сумка, осындай двойка сияқты ма, сондай бірдеңе. И шляпа. Арналған образ дейді. Шляпа, көйлек, юбка, мынандай топик. Сосын мынандай образ дайын. Дискотека дейді. Дискотекаға мынандай туфли надейін бар екен. Туфли. Осындай юбка мен футболка. Осындай дайын образ. Тоже туфлимен бірге. Мынау туфлимен бірге лосиный ма, сондай бірдеңе. Осындай әдемі бірдеңе. И осындай көйлек. Жилет жакетімен бірге. Танцевальная студия дейді. Осындай кішкене пересвет болаттырақ. Осындай сосын образ дайын. Бір жерге шығып, выступление сондайға шыққанға өзіміне. Осы жерден кесіп аламыз қуыршақты. Прогулочный образ дейді. Спортзалға мынандай қолына ұстайды. Кішкентай гантельдеріне дейін бар екен. Гантель. Осындай. Маскарад дейді. Маскарад. Әдемі екен маскарадтың образы. Осындай образ. Осындай образ. Күшті. Эмили. Сіздермен бірге Эмилиді аяқ сосын толық қиып болғаннан кейін киімдерін киіп бастаймыз. Бірінші былай бөліп аламын.
қазір бірінші